Оңай тоқма каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста осындай пинетка тоқып үйренетін болғамыз. Ол үшін бізге қажетті сантиметрлік лента және де белгілеуге арналған маркерлер, крючок номер 2,5. Бұл пинетка бір жарым жасқа арналып тоқылған. Мінекей, қазір сіздермен бірге тоқып көретін боламыз. Осылай шеңбер жасап аламыз. Осы жерін мықтап ұстап, 3 воздушный петля көтереміз. Крючокқа жіпті ілеміз. Осы шеңбер ішінен жартылай баған аламыз. Соңына дейін тоқмаймыз. Крючокқа жіпті ілеміз. Тағы да жарты баған аламыз. Міне, крючокта 3 жіп пайда болды. 3 жіптен біреу шығарамыз. 2 воздушный петля көтереміз. Тағы осы шеңбер ішінен дәл осылай жартылай етіп 3 рет аламыз. 1 крючокқа жіптілеміз. 2 крючокқа жіптілеміз. 3 Неке, крючокта 4 жіптен біреу аламыз. Тағы да 2 воздушный петля көтереміз. Дәл осылай шеңбер ішінен 8 рет алатын боламыз. Неке, соңына дейін тоқыдым, жібімізді тартамыз. 8 осылай жартылай бағаннан 8 рет алдым. Енді бір воздушный петля көтеремізде крючокқа жіпті іліп, алдыңғы тоқыған 3-ші воздушный петлядан крючогымызды осылай аламыз. 3-ші воздушный петлядан осылай жартылай баған арқылы қатарды аяқтаймыз. Енді екінші қатарда 3 воздушный петля көтеріп, осы арканың ішінен жартылай тоқимыз. Тағы да крючокқа жіпті іліп, жартылай тоқимыз. Крючокта мінекей 3 жіп пайда болды. Үшеуінен біреу аламыз. Енді 2 воздушный петля. Енді біздегі мына келесі аркадан алдыңғы қатардағы 2 воздушный петля тоқыған жерден түгел тоқимыз. Яғни 1 баған, дәл осы жерден 2 баған, соңына дейін тоқимыз. 3-ші баған. Мінекей, 3 баған тоқыдық. Енді крючокқа 2 жіп көтеремізде 2 воздушный петля. Келесі аркадан тағы да жартылай баған етіп 3 рет аламыз. Соңына дейін тоқымаймыз. 1 рет, 2 рет, жартылай тоқимыз. 3 жартылай тоқимыз. Мінекей, крючокта 4 жіп пайда болды. 4-еуінен барлығын біріктіріп, 1 рет крючогымызды шығарамыз. Енді тағы да 2 воздушный петля көтеріп, дәл осы арканың ішінен тағы да 3 рет жартылай тоқимыз. 1 жартылай тоқимыз. 2 жартылай тоқимыз. 3. Неге, крючокта 3 жіп қайтадан 4 жіп пайда болды. Осы 4-еуінен біріктіріп 1 жіп шығарамыз. Енді қайтадан 2 воздушный петля. Бұл бізде мына жақ бірінші бұрыш болып саналады. Енді келесі аркадан жай баған соңына дейін тоқимыз. Яғни жартылай тоқмаймыз. 1 осы арканың ішінен 2 толық баған тоқимыз. Мынау 3. Міне 3 рет толық баған тоқыдым. Енді қайтадан 2 воздушный петля көтеріп, келесі тұрған аркадан жартылай баған тоқимыз. 1 2 3 жартылай баған. Енді
бір жіп шығарамыз осы төртеуінен. Енді 2 воздушный петля көтеріп, тағы да дәл осы арканың ішінен жартылай етіп 3 рет аламыз. 2 3 үшеуінен біреу шығарамыз. Енді 2 воздушный петля көтереміз. Келесі тұрған аркадан тағы да жай баған тоқимыз соңына дейін, яғни толық етіп тоқимыз. 2 3 2 воздушный петля. Әр аралықта 2 воздушный петля алып отыруды ұмытпаймыз. Енді келесі аркадан тағы да жаңағыдай тоқимыз. 3 рет жартылай тоқып, 2 воздушный петля, 3 рет жартылай тоқып, 2 воздушный петля арқылы қатарымызды дәл осылай қайталанады, дәл осылай тоқитын боламыз. Неке соңына келдім, соңында 3 толық баған тоқып, 2 воздушный петля көтердім. Енді күрчоққа жіпті іліп, осы қатардың басталған жерінде біз аяқтамай 3 жартылай баған тоққан едік. Енді сол аралыққа, дәл осы аралыққа тағы да 3 жартылай баған тоқимыз. 1 2 жартылай баған, 3 жартылай баған. Күрчокта 4 жіп, төртеуінен бір жіп шығарамыз. Енді қатарымызды 2 воздушный петля көтеріп, алдыңғы тоқаған 3-ші воздушный петлядан қатарымызды аяқтаймыз. Яғни күрчокқа жіпті іліп, 3-ші воздушный петлядан жартылай баған тоқу арқылы қатарымызды аяқтаймыз. Енді 3-ші қатар. 3-ші қатарда 3 воздушный петля көтереміз. Дәл осы аркадан қайтадан жартылай бағаннан 2 рет аламыз. 1 2 2 воздушный петля. Енді келесі аркадан толық бағаннан 3 рет тоқимыз. 2 рет тоқимыз. 1 2 күрчоққа жіпті ілеміз. Алдыңғы қатардағы 3 толық бағанның үстінен қайтадан толығымен 3 баған тоқимыз. 1 2 3 Енді келесі тұрған аркадан тағы да 2 толық баған тоқитын боламыз. Енді 2 воздушный петля көтереміз. Келесі тұрған біздегі аркадан, яғни алдыңғы қатардағы 2 жартылай бағаннан 6 рет алған болатын біз. Сол тұстан 2 воздушный петля аралығынан мінекей. Дәл осы жерден бұл бұрышы, яғни бұл жерден жартылай бағаннан тағы да 6 рет аламыз. Яғни 3 рет тоқып, 2 воздушный петля солай жалғасады. 2, енді 3. Күрчокта 4 жіп, төртеуінен біреу аламыз. 2 воздушный петля көтереміз. Енді дәл осы аркадан тағы да 3 рет жартылай баған аламыз. 2 3 күрчокта 4 жіп, төртеуінен біреу аламыз. Мінеке бізде 4 бұрышты пайда болып келе жатыр. Мінеке мына 1 бұрышы, мына 2 бұрышы, мына жақтан 3, мына жақтан 4. Енді қайтадан 2 воздушный петля көтеремізде, келесі тұрған аркадан 2 арка тұр. Мінеке толық тоқылған бағанның екі жағында 2 арка тұр. Осы 2 аркадан мына тұстан 2, мына тұстан 2, ортадағы толық бағаннан 3 толық баған, яғни солай тоқимыз. Дәл осы міне жаңа тоққан сияқты, бұл да солай жалғасып кете береді. Дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Тағы да соңғы жағын көрсететін боламын. Неге мен соңғы жағына келдім. 3-ші қатардың 2 воздушный петля тоқыдым. Күрчоққа жіпті іліп, осы қатар басталған жерде біз жартылай 3 рет 3 баған тоқыдық.
Дәл осы арканың ішіне тағы да жартылай 3 баған тоқитын боламыз. Күрчекқа жіпті ілеміз. 2, 3. Күрчекта 4 жіп, 4-тігінен біреу шығарамыз. Бұл бір бұрышы, яғни қатар аяқталды. Енді 2 воздушный петля тоқимыз де, мынау 3-ші тұрған воздушный петлядан жұмысымызды аяқтаймыз. Енді 4-ші қатар 3 воздушный петля көтереміз де, осы 4-ші қатар дәл солай қайталанады. Оны да тағы бір рет көрсетейін. Енді осы аркадан жартылай етіп 2 баған тоқимыз. 3 воздушный петля 3-ші жартылай бағанның орнын басады. Күрчекта 3 жіп, 3-інен біреу аламыз. 2 воздушный петля көтереміз. Енді бізде осы тоққан алдыңғы қатардағы 3, 6, 7 толық баған тоқыдық. Сол 7 толық бағанның екі жағында 2 арка пайда болды. Осы 2 арканың арқайсынан толығымен 2 толық баған, мына тұстан 2 толық баған, ортасында 7 толық баған тоқу арқылы осылай жалғасып кете береді. Қазір қайтадан бір рет көрсетейін. Мінекей толық бір баған, осы жерден 2-ші баған. Енді әр толық бағанның үстінен 7 рет толық баған тоқитын боламыз. Дәл осылай. Мінекей аркадан да 2 толық баған тоқыдым. 2 воздушный петля көтеремін де, енді бұрышына келдік. Бұрышында жартылай 3 баған, 2 воздушный петля, жартылай 3 баған, 2 воздушный петля. Әр қарата дәл осы узор қайтадан қайталана береді. Дәл осылай соңына дейін өзіміз тоқимыз. Мінекей 4-ші қатар аяқталды. Дәл осылай жалғасып кете береді. Өздеріңізге қажетті ұзындыққа дейін, өлшеп алған ұзындыққа дейін тоқисыздар. Сосын тағы да қалай тоқитындығын көрсететін боламын. Мінекей мен 4 бұрышына тоқып аяқтадым. 17 сантиметр шықты. Енді бір-біріне қосатын боламыз. Оң бетінің ішінде қалады, теріс оң бетін бір-біріне беттестіреміз. Мінекей осындай 3 бұрышты етіп. Енді мына жақ аяқтың кіргізетін жері, арқасы, өкше жағы және де табаны. Қазір осы мына жақтан, яғни аяқтың кіргізетін жерінен бастап тігетін боламыз. Белгілеп алдым. Аяқтың кіргізетін жері дедім жаңа, бұл 8 сантиметр. Өкшесі және де табан жағы. Мынау аяқтың ұшы. Қазір осы тұстан бастап, аяқтың арқа жағынан бастап тігетін боламыз. Бірінші маркер тұрған жерге инемізді кіргізіп, белгілеп аламыз. Мінекей тоқып бітірдім. Енді аяқтың ұш жағын тігетін боламыз. Ол үшін мінекей аяқтаған жер осы қалпында қалады. Енді мінекей 4 бұрыштың ұш жағы 2 воздушный петля көтерген дәл ортасынан осылай инемізді кіргізіп аламыз. Енді мына жаққа қарай әр петляны бір-біріне қосамыз, сосын мына жақтыкін қосамыз. Мінекей мен тоқыдым, осылай тігіп алдым. 3 бұрышты етіп дайын болды. Өте ерекше, қарапайым, оңай тоқылады. Алда қандай мастер-класстар күтетіндеріңізді комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Жансай.